Сәлем достар, біз сіздермен іште және сырттай сызылған төртбұрыштар тақырыбынан алған есептер шығарудамыз. Бізде келесі берілген параллелограммға іште және сырттай сызылған шеңбер болатын болса, онда бұл параллелограмм квадрат екенін дәлелдеу керек. Олай болса, берілген бізде квадрат, ал берілгені параллелограмм. Осы параллелограммға сырттай шеңбер сызуға болатын болса, менен дәл емес келтіруге тырысамын. Шеңбер сызуға болатын болса, онда бұл параллелограммның квадрат екенін дәлелдеу керек. Еске түсірсек, параллелограммның төбелерін А, Б, С деп белгілеймін. Ал кез келген төртбұрышқа сырттай шеңбер сызуға болатын болса, олардың қарама-қарсы бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болу керек. Яғни А бұрышы мен С бұрышының қосындысы 180 градусқа тең болу керек. Және бұрыш В мен бұрыш Д-ның да бұрыштық градустық өлшемі 180 градусқа тең болу керек. Осы жағдайда ғана бұл параллелограммға сырттай шеңбер сызуға болады. Ал бізде шеңбер сызуға болады деп тұр. Осы параллелограммның квадрат екенін дәлелдесек. Олай болса, екі бұрыш тең болғандықтан А бұрышын да альфа, С бұрышын да альфа деп алайық. Олай болса, 2 альфа тең 180 градусқа. Онда альфаны тапсақ, 180 градусты 2-ге бөлсек, 90-ға тең. Сонда бір бұрышы 90-ға тең болатын болса, онда оның екінші бұрышы 90 градус. Ал екі бұрышы 90 градус қарама-қарсы, дәл солай В мен Д-ның да ұзындықтары тең. Оларды біз бетта деп қарастырсақ, онда беттаға беттаны қоссақ, 2 беттаның ұзындығы тең 180 градусқа. Ал сонда беттаның градустық мәні 90 градус. Олай болса, бұл параллелограммның барлық бұрыштары тең деген сөз. Сонда альфаның градустық өлшемі беттаның градустық өлшеміне тең. Ал барлық бұрыштар тең болатын болса, бұл параллелограмм квадрат деген білдіреді. Яғни кез келген квадратқа сырттай шеңбер сызуға болады. Келесі жағдай енді осыған ұқсас, берілген параллелограммға іштей шеңбер сызуға болатын болса, онда бұл параллелограммның квадрат екенін дәлелдеу керек. Ол үшін параллелограммды белгілейік А, Б, С, Д. Яғни бірінші жағдайда А, В, С, Д параллелограммы квадрат екенін дәлелдедік. Себебі оның барлық бұрыштарының өлшемі 90 градусқа тең. Ал екінші жағдайды қарастырайық. Бұл жағдайда параллелограммның қос-қостан қарама-қарсы қабырғаларының ұзындықтары тең. Яғни А-ның ұзындығы тең С-ның ұзындығына және А-ның ұзындығы тең В-ның ұзындығына тең. Параллелограммның қасиеті бойынша. Және бұл жерде орындалу керек. Егер берілген төртбұрышқа іштей шеңбер жүзуге болады, егер олардың қарама-қарсы қабырғаларының қосындысы тең болса. Яғни АВ қосылған СД тең болады АД қосылған ВЦ. Ал бұл екеуінің ғана қосындылары тең болса ғана осы төртбұрышқа іштей шеңбер жүргізуге болады. Бұл жерде жанасатын төрт нүкте бар. Р, С, Т және Б. Осы А төбесіндегі жүргізілген жанамалардың шеңберге дейінгі ара қашықтықтары тең. Яғни мына бөлігі X болса, мына бөлігі де X. Ал бізде ромбтың қарама-қарсы қабырғалар тең болса, онда мына аралықта X болса, мына аралықта X деген сөз. Сонда бұлардың барлық бөліктері бірдей дегенді білдіреді. Сонда барлық қабырғалар қос-қостан тең екенін көруге болады. Сонда АВ тең БЦ-ға, ол тең СД-ға, ол тең АД-ға. Барлық қабырғасының ұзындығы 2х береді. Ал олай болса, 2х-қа 2х-ті қоссақ 4х қарама-қарсы қабырғалардың қосындысы және екінші қарама-қарсы қабырғалардың қосындысы да 4х. Ал бұл дегеніміз барлық қабырғасы тең болса, онда бұл параллелограмм квадрат. Және олардың барлық қабырғасының ұзындығы және іштей сызылған болса, барлық бұрыштары да тік болып тұр. Біз сіздермен қарастырдық іштей және сырттай сызылған төртбұрыш тақырыбынан алған есептердің шығарылуы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.